Жиырмасыншы сөз. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, дойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайыбын көреді, баянсын біледі. Көңілі бұрынғыдан да суый бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды. Адамның қуаты. Ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әр мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген әрнені көрем деген, көп көрген дәмін, бағасын, бәнін де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Жоншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса бола. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.